Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды соңына дейін білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнаға жазыла өтіңіз. Жаңа мемлекеттік награда Қазақстан Халқы Ассамблеясының орденін бекіту керек. Бұл туралы бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Мемлекет басшысының пікірінше, еліміздегі үйлесімділік пен келісімді нығайтуға нақты ісімен өз үлесін қосқандарды жан-жақты қолдау керек. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясының екінші сыйлығын тағайындауды ұсынамын. Біріншісі, әдебиет және журналистика саласындағы үздік еңбектері үшін. Екіншісі, мәдениет пен өнер саласындағы үздік туындылар үшін. Бұл сыйлықтарды жеке авторларды, шығармашылық топтарды ала алатыны маңызды. Бұл ретте ақшалай сыйақының мөлшері мемлекеттік сыйлықтан кем болмауға тиіс, деді мемлекет басшысы КХА-ның 32-ші сессиясында. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.